Мұрагерсіз патша. Баяғыда бір патша өзі құдай емес, құдайдан бұлай емес бола тұрса да, бір ұл бала қызар болыпты. Ұлым болса, мұрагерім болар әдеу деп армандайды. Сонда бір уәзір ақыл айтады. Бұл өмірде армансыз әйел болса, сол әйелдің дамбалын өз жұбайыңызға кигізсеңіз, құдай бұйырса ол бала табады дейді. Содан соң патша жер-жерге шабармандар шаптырады. Бірақ еш жерден армансыз әйел табылмайды. Бәрінің әйтеуір бір арманы бар. Шабармандар салдары суға кетіп, бастары салбырап қайтып келе жатса, әріректе бір қатын отын арқалап бара жатыр екен. Шабармандар, бұл байғұста арман жоқ деймісің деп бұрылғысы келмесе де, кім біледі, мүмкін жолымыз болар деп әлгі әйелді атқа мінгестіріп ала кетеді. Патша алдына келгенде патша сұрайды: шынымен арманың жоқ па деп. Сонда әлгі отын арқалаған қатын: арманым да жоқ, дамбалым да жоқ деп қойып қалды. Бұл да бір кем дүние.